Сәлем оқушылар. Бүгін Smiles People's Book оқулығының 106-107 беттегі тапсырмаларды түсіндіретін боламын. Келесі шығатын сабақтардан қалмас үшін мен арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз planets, яғни ғаламшарлар. 16-шы жаттығуға қараймыз. Listen, point and repeat дейді. Тыңда, қара және қайтала дейді. Яғни бұл жерде ғаламшарлардың аттары берілген, соларды айтылуын оқимыз. Бірінші, Sun, күн, Venus, шолпан, Mercury, Меркурий, Earth, жер, Mars, Марс, Jupiter, Юпитер, Saturn, Сатурн, Uranus, Уран, Нептун, Нептун. Exercise number 17. Do the quiz and collect planets. Check your answer with your teacher or online. Яғни бұл жерде кішігірім тест берілген, соған жауап береміз. Екі ғана жауап берілген. Бірінші сұрақ. Which planet is closest to the sun? Қай ғаламшар күнге жақын дейді. Яғни біріншісі Меркурий. Яғни Меркурий. Екінші сұрақ. Which planet is the largest? Қай планета үлкенірек дейді. Яғни екінші Jupiter. Юпитер. Яғни. Үшінші сұрақ. Which planet has got rings around it? Қайсы планетаның сақинасы бар дейді. Яғни үшіншісі B. Сатурн. Төртінші сұрақ. Which planet has got 14 months? Қай планетада 14 ай бар дейді. Яғни Нептун. Нептунда. Which planet is the seventh planet? Қай планета жетінші планета? Уранус. Юрнус. Уран. Алтыншы. Which planet do people call the red planet? Яғни қай планетаны адамдар қызыл планета деп атайды? A жауабы Марс. Study spot, яғни ереже берілген. Бұл жерде 4 сөйлем берілген. 4 сөйлем 4 жақта тұр, яғни етістіктері. Зорг lives on a different planet. Зорг басқа планетада өмір сүреді. Яғни бұл lives деген present simple, жай осы шақта тұр. Екінші сөйлемге қараймыз. He went to Mars 3 months ago. Ол Марсқа 3 ай бұрын барды. Яғни past simple, өткен шақта тұр, went деген. He is visiting Earth now. Ол жерге қазір бара жатыр. Present continuous тұр, яғни visiting деген. Дәл осы шақ. Өйткені ол бара жатыр әлі. He is traveling to Venus tomorrow. Ол шолпан планетасына ертең саяхаттайын деп жатыр. Present continuous, яғни дәл осы шақта. Өзен жаттығуға қараймыз. Read and complete. Оқы және толықтыр дейді. Яғни бұл жерде жақша ішінде етістіктер берілген, соларды өзгертіп, шақтарға өзгертіп қоямыз. Бірінші сөйлем. The ancient Greeks called the sun Helios. Ежелгі гректер күнді Гелиос деп атаған дейді. Екінші. Look. 50 aliens are coming out of the spaceship. Қара, 50 өзге планеталықтар ғарыш кемесіне келе жатыр дейді. Үшінші. Robots are exploring Mars now to find information. Роботтар ақпарат іздеу үшін Марсты зерттеп жатыр. Төртінші. William Herschel discovered Uranus in 1781. William Herschel Уран планетасын 1781 жылы тапты. Бесінші. The astronauts are leaving for the moon tomorrow.
Ғарышкерлер ертең айға аттанады. 6. The moon travels around the earth almost once every month. Ай жерді айына бір рет айналып өтеді. 7. It was 1969 when Neil Armstrong walked on the moon. 1969 жылы Нейл Армстронг айға барды. People use telescopes when they want to look at the planets. Адамдар телескопты қолданады планетаны көргісі келген кезде дейді. Сонымен бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар.